Сәлем достар, сіздермен бірге мен Гүлназ. Бүгін сіздермен бауырдан дәмді шашлық жасаймыз. Шашлықты біз духовкада пісіретін боламыз. Өте дәмді болып шығады. Бауырды ұнатпайтын адамдардың өзі осы рецептпен жасасаңыздар, міндетті түрде желініп кететін болады. Толық рецепт. Бізге бауыр, қойдың бауыры, іш май, пияз, ағаш таяқша, сұйық май, паприка, тұз және қара бұрыш керек болады. Алдымен пиязымызды осындай ұзыншалау етіп турап аламыз. Бауырымызды пленкасын алып тастап, осылай үлкен бөліктерге тураймыз. Қой сойған кезде жасаса өте дәмді болады. Барлығын осылай үлкендеу етіп тураймыз. Енді ыдысымызға саламыз. Бауырымызға кішкене мариновка жасап жіберейік. Жаңағы турап алған пиязымызды үстіне саламыз. Араластырып аламыз. Енді бір ас қасық болатындай сұйық май құямыз. Тұз дәміне қарай, қара бұрыш. Мен көз мөлшермен салып жатырмын. Жарты қасық салдым қара бұрыштан. Паприка. Көп дәмдеуіштері қосып керек жоқ. Бауырдың өзінің дәмі жоғалып кетеді. Осылай кішкене мариновка жасап қойып қоямыз. Біз енді іш майымызды ортасынан алдымен бөліп аламыз. Осылай төрт бұрыш етіп бөліктерге бөлеміз. Осылай кішірек бөліктерге бөліп шығамыз. Енді іш майымызға бауырымыздан біреуін салып, осылай конверт сияқты қып, видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай бүктейміз. Осылай орап қоямыз. Тағы біреуін көрсетейін. Бір бауырымызды салып, конверт сияқты осылай майға ораймыз. Барлығын осылай жасап шығамыз. Біз барлығын дайындап алдық. Духовкамызды 180 градусқа қыздырып қоямыз. Духовкамыз қызғанша осылай ағаш таяқшамызға тізіп шығамыз. Барлығын ағаш таяқшамызға тізіп, духовкамыздың осындай табасына осылай орналастырып шығамыз. Мінекей 180 градуста 25-30 минут пісіріп алдым. Біздің бауырдан жасалған өте дәмді шашлықтарымыз мінекей дайын болды. Өте керемет болып шығады екен. Иісі дәл шашлықтың иісіндей бұрқырап тұр. Іші пісті ме екен? Сіздерге біреуін алып көрсетейін. Толық іші әдемі болып пісіп шығыпты. Дәмін көрейік. Өте дәмді болып шықты. Достар, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді болады екен. Бауырдың дәмі мүлде білінбейді.
Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Қазақтың келінін қолдап, каналымда үлестеріңіз